Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде дін мен дәстүр бағдарламасы. Хабарымыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Балақажы мешітінің бас имамы Нұров Махмұд қажы Нұрұлы. Ассаламу алейкум, Махмұд қажы Нұрұлы. Сіздің Балақажы мешітіне қызметке келгелі бері жалпы қандай айтарлықтай өзгерістер орын алды? Қандай жұмыстар іске асырылуда? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу ала расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сұрағыңыз өте дұрыс. Енді мен осы Қарағанды Балақажы мешітіне келгеннен бастамасы 30 жыл болады екен биыл. Осы желтоқсанда Алла жазса 30 жыл болып тұр. Сол мен бірінші алғашқы Қарағандыға келгенде оқудан кейін дін басқармасының бұйрығымен осы Қарағандыға жіберген. Сонда бірінші 1-2 жыл мен жаңа наиб имам болдым. Сол мешітте Балақажы мешіті, одан кейін бас имам болып 91-ден бастап бас имам болып бүгінге дейін істеп келе жатырмын. Арасында бір 4 жыл өзгеріс болды. Кейін қазір ротация байланысты мен басқа мешітке орталыққа барып, сосын қайтып келгеннен кейін қайта сол Балақажы мешіттен бүгінге дейін жұмыс істеп келе жатырмыз, Алладың ризалығы үшін. Енді өзгерістерін айтатын болсам, бірінші мен 88 жылы желтоқсан айында келген. Қарағандыда сол Балақажы мешітте Майқұдықта барған бір кішкене үй болған. Бір жай ғана қарапайым кішкене үй болатын. Күмбезді кішкентай ғана, ешкім былай сырттан келе жатқаны көрінбейді. Ол уақытта заманды байланысты. Сол ескі қаладан көшіп барған кезде сол Майқұдықта Мурманск көшесі 123 деген адресімен сол жерде ұйымдастырып, сол бір үйді алып мешіт жасаған ақсақалдар. Мен келген уақытта 20 адам ғана намазға келетін. Бірінші өзгерістен қазірге дейін айтатын болса, әрине өзгеріс көп. Себебі ол уақытта тек қана бесін намазы, бесін обедтің кезінде жиналады. Сонда ақсақалдар 90, 80, 60, 50 деген жоқ ол уақытта. Сол 50-дан жоғары, 50 келсе ол уақытта ең жақсы деп санайтын уақытты заманға өздерің білесіздер. Сол үшін ол уақытта 60-тан асқан, 80, 90, сонда бір 20 адам келетін еді. Жұма намазының өзі көп болса, жаңа 50-60 адам болатын. Айт намаздарға ол сол замандың өзі 100-150 адам болатын, далада оқитынбыз. Себебі ол сол мешіттің өзі 150 адамдан артық сыймайтын. 100 адам, 120 адам сыятын бір кішкене қарапайым үй болатын. Сол жерден бастап 5 жыл сол жерде жұмыс істедім. Одан кейін жылдан жылда шәкірттарға, жастарға оқытып, мына 94-95 жылдан бастап қазіргі бұрынғы кинотеатр деген маяк деген болған, өздерің білесіздер, соны сатып алып, соны мешітке қалпына келтіріп, мына бүгінге дейін сол мешітте қазір жұмыс істеп келе жатырмыз иншалла. Енді өзгерістердің әрине көп. Өткен ол уақытта жастар келмейтін, ол уақытта үлкендер ғана келетін ақсақалдар. Мына қазіргі заманды қарайтын болса, бүгінге дейін Аллаға шүкір біз 20 адамдан бастайтын болсақ, намазхандар қазіргі 1000-дан асып кетіп жатыр иншалла. Бұрын мысалы айтатын болса, жұма намаз өзі аз болатын. Қазіргі мешіттерге сыймай, мына қазіргі біз сол мешітте маяқты кинотеатрдың кезінде алып 95 жылдан кейін мешітте жасаған кезде ол уақытта аз болатын. Ол уақыттың өзі біз оны қалай толтырамыз, ақсақалдар маған айтатын. Ой балам, бұл енді үлкен ғимарат қой, оны қалай толтырасыз? Біз енді үлкендер таусылып бара жатырмыз деп айтатын маған. Ол сұрақты мен айтатын едім. Алла жазса тіршілік болса, Алла жазса ел аман болса, тыныштық болса, иншалла бұл толады. Бұл да орын болмай қалады деп айтқан едім. Сол заман келді, Аллаға шүкір. Қазіргі таңда Балақажы мешітінің қандай деп жоспарлары бар ма? Және олар қандай? Жоспары айтып отырмыз, қазір енді Балақажы мешіті Майқұдықта жалғыз мешіт. Бұл ескі қаладан келген үлкен Балақажы деген үлкен атақты кісі болған, өздерінің тарихын білесіздер. Сол кісінің мешіті болғаннан кейін жан-жақты көп адам барады намазға. Оның ішінде Майқұдықта жалғыз мешіт болған. Қазір соған байланысты жоспарымыз келешекте үлкен мешіт салу Майқұдықта. Сол Майқұдықта жерін амандық болса тақауды алып отырмыз. Сол жер біткен, документациясы біткен уақытта Алла жазса мешіт салу басталады. Енді Алла жазса биыл басталу мүмкін деп үміт бар. Бірақ амандық болса келешекте үлкен мешіт салынады. Үшінші Мөлтек ауданы Восток 3 деген жер бар. Сол жерде амандық болса үлкен жердің жолдың бойында үлкен жері алынып жатыр. Сол жердің мәселесі біткен уақытта Алла жазса ол мешіт құрылысы басталады иншалла. Одан кейін қосымша оған хабарласамыз. Себебі өлкемен қазір жастар көбейіп келе жатыр. Күнден-күнде жастар көбейіп келгеннен кейін сол мешіттің қазір заманына сай болу керек. Ол уақытта енді әрине заманына сай болды. Қазір Аллаға шүкір енді жастар көп. Майқұдықта енді 90-нан артық қазақтар, мұсылмандар тұратын айтатын болсам қателеспеймін. Өткенмен жан-жақтан көшіп келгендер Майқұдықта өте адам көп. Оның ішінде намаз оқитындар қазір заманға көбейіп кетті иншалла. Оған байланысты Алла жазса жоспарымыз келешекте мешіт салу. Ол мешітте амандық болса тақуадан басталады иншалла айтамыз. Жалпы діни білім алу туралы не айтасыз? Діни білімнің маңыздылығы қаншалықты? Ал діни білімсіздік қандай зардапқа алып келеді? Осы қазіргі өздерің білесіздер, білім болса адам шатаспайды. Білім деген арқасында
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисте айтады, білімді деді ағаш бесіктен жер бесікке барғанда оқу парыз деді. Адам дүнияға келгеннен бастап дүниядан қайтқанша білім алу парыз екен. Бұл міндетіміз. Тағы бір пайғамбар хадисте айтады, білімді үйреніңіздер, басқаларға үйретіңдер деп айтады. Біз білімді алғаннан кейін басқаларға ұрпағымызды үйретуіміз керек. Ол біз қалай үйретеміз? Мысалы қазіргі заманға өзіміздің дәстүрмен, ата бабамыздың қалған дәстүрмен дінді сақтап келетін болсақ, ешқашан біз адаспаймыз. Келешек ұрпағымызды адаспайтын, иншалла үлкен жол ашатын біздің дәстүр. Дәстүрді білесіз, дәстүрді ата бабамыздан келген дәстүр бойынша бұл үлкен қағидасы бар, оны амандықта келешек сұрақта айтамыз. Бұл енді қазірде осыған байланысты жастарымызды оқытып, Балақажы мешіттің шыққан шәкірттер қазіргі көп ауылдан мешіттерге, ауыл мешіттерге имам болып келе жатыр. Mesela мен жаңа айттым, 30 жыл болып келе жатыр. 30 жылдың ішінде Аллаға шүкір жүздаған шәкірттарымыз бар. Мысалы сырт жоғары оқумен өзіміздің жамағаттың енді қателеспен 500-600-дан артық мыңдаған Алла шәкірттарымыз бар осы уақытқа дейін. Себебі солар намаз оқытып, оларға тәртіпті үйретіп деген сияқты. Одан кейін солардың ішінен жастарға білім беріп, одан жоғары біз жоғары оқу білім орнына жібереміз. Қазір Нұр Мүбарак бар Алматыда. Одан кейінгі мына Астанада мешіттер, медресе бар. Павлодарда мешіт бар. Сол діни басқарманың өзің мемлекеттің жаңа рұқсатымен ашылған медресеге біз жіберіп, солар біткеннен кейін келешекте ұрпақтарға тәрбие беретін бұл үлкен кадр мәселесі болады. Ол әрине өте керек. Осыған байланысты біз үлкен жоспар құрып, қазір бүгінге дейін сол сабақты балаларға үйретіп келе жатырмыз. Адамның жалпы бір нәрсе көңіл бөлу үшін оған белгілі бір себептер пайда болу керек. Жалпы көп бауырларымыздың имандылыққа келуіне әртүрлі себептер алуан. Жалпы өзіңіздің имандылыққа келуге қандай себептер бар? Кім әсер етті? Бұл дұрыс айтасыз. Адамның бір себеп болады дінге келуге. Мысалы қарасаңдар, бір жай қарапайым айтатын болса, бір адамның мысалы отбасынан біреу қайсы болуы мүмкін, атасы ма, анасы ма, атасы деген сияқты. Сондай біреу қайсы болған уақытта ол қайда бірінші адам қиыншылық басына түскен кезде бірінші жүгіріп мешітке барады. Алланың үйіне барады. Мешітке барған уақытта ол имамдар уағызын айтып, олардың көңіл айтып, солардың жұбату, одан кейін үйіне барып көңіл айтып, одан кейін Құран оқытып, барған жерде уағыз айтады. Содан кейін адам жайлап осыдан бастап адам имандылыққа келе береді. Адам басына қиыншылық келмесе, адам ұмытып қалуы мүмкін, Құдай сақтасын. Кейбір адам не болса бір ауырып қалады, не болса бір баласы ауырып қалғанда мешітке әкеліп үшкіріп, дем салған уақытта ол жақсы болып кеткен уақытта ол адам қатты сенеді ғой. Ол Алланың үйіне осылай қасиет бар екен, Алла деген адамға осындай көмектеседі екен де адам сенімі артып, жоғары адам сенімі көбейген уақытта осыған адам баласы мешітке де осыған байланысты адамды мешітке баруға себеп болады. Сосын қазіргі осыған байланысты біздің қазір имамдарымыз қайда барса уағызын айтады, шариғатын айтады, жастарға дұрыс тәрбие беруға өзіміздің дәстүрді айтып отырады. Соған байланысты мен ойлаймын, осыған байланысты қазіргі жастар мешітке келуі көп. Одан екінші тағы жол ашу деп бір шариғатта неге жолдар бар. Себебі адам баласына кішкене бір көз тил деген бұл жамандықты сондай бір адам қиыншылық кезінде мешітке келіп дұға оқытып, Құран оқытып, бата алғаннан кейін бұл Алланың қалауымен адамдар көбісі осыған жақсы не алып, қуат алып, осыған жақсы өздерінің жол ашып, жақсы болғаннан кейін адам осыдан байланысты жастар көп қазір Алланың үйіне деп көбірек келетін болады. Өзімде мысалы қайдан болсам біз ата-анамыздан басталады. Негізі бізді тұрған ауылда 4 мешіт болатын кезінде. Сол 4 мешіттің ішінде қай жағында болса азанның дауысы шығады. 4-5 мезгіл азан дауысы шыққаннан кейін әрине жастардың өзі, кішкене баланың өзі имандылыққа келе бастайды. Сол үшін мен ойлаймын, қай жерде мешіттер көп болса, Алла жазса, бұл жастарымызда үлкен тәрбие болады. Мешіт деген ол рухани, бұл тек қана адамның өлік шығаратын жері емес, мешіт деген мағынасы рухани тәрбие беретін болады. Бұл мектеп. Біз өзіміздің дәстүріміз, өзінің ата-бабамыздың келген дініміздің соны мектеп болады. Сол мектеп ретінде бұл оқу жаңа мектепке баратын сабақ, өзі ұстаздан сабақ қалай алатын болса, мешітке барса сондай сабақ алса, ол әрине үлкен өзіміздің келешегіміз жолымыз ашық болады. Мемлекетті, халыққа да ол жастар келешекте ұрпақтың үлкен келешекті дінге де, елге де қызмет жасайтын адал болады деп ойлаймыз. Мен өзіміз соған себеп болған, ата-анамыз бәрі мешіт намаз оқыған, соған байланысты мен өзім деймін, мысалы дінде негізі зорлық жоқ. Әр адам өзінің, мысалы бір үйде 5-6 бала болатын болса, біреу дәрігер жолын кетуі мүмкін оқуға, біреу мысалы заңгер болады, басқа деген сияқты. Сол үшін мен өзімде ойлайтын, ата-анамыздың мешіт намаз оқидан кейін болғаннан кейін, сол олар әке-шешесіне бірге барып, немесе бір Алла Құран берсе, соған әкенің қасына бірге барып, соны тыңдап, осыған себеп болған деп ойлаймын. Сол үшін жастарға тәрбие беру,
оларға осы бірінші дүнияға келген баланың атын қойғаннан бастап азан шақырып, бізде дәстүр бар, ата анамыздан келген біз мұсылман дәстүрі бар, сүннет пайғамбардың сүннеті, бала дүнияға келген азан айту. Осыдан бастайтын болса, адам баласы имандылыққа келеді деген сөзі. Одан кейінгі әке шешесіне көп байланыс болады. Әкесі шешесі де мысалы бисмилля деп баласын дұрыс тәрбие беріп, дұрыс ақыл айтатын болса, ол келешекте әрине имандылыққа келе береді иншалла. Жалпы интернет желісінде құлақ қағып қалған бір жайтымыз, Мәдениет министрлігі осы өзіміздің теледидарларымыздан ашық-шашық азғындықты насихаттайтын, жалаңаштықты насихаттайтын бейнебаяндарды алып тастауға ұсыныс жасады. Жалпы ғалымдардың айтуы бойынша, әйелдің азғындануы, оның менталитетінің төмендеуі жалпы бір халықты жойға алып келеді. Жалпы өзіңіз осы жайлы не ойлайсыз? Дұрыс айтады, оған мен келісемін. Себебі қазір ашық жалаңаш жүргеннен кейін адам баласы имандылығы азая деген. Мына бізде өздерің білесіздер, ата-бабамыздың дәстүрін қарайтын болсаңдар, қыздарға өте қатты тәрбие берген. Қатты тәрбиелеу мақсат ол жердің келешектің, ұрпақтың ана ғой бала, қыз бала ана. Ана болған не бол, ана таза болу керек жан-жақтан. Мысалы, ашық жалаңаш жүретін болса, адам неше түрлі жұқпалы, неше түрлі жамандық кіре береді мысалы. Сол үшін шариғатта мысалы олай айтатын болса, қазір мысалы мына Малайзия халқын қалай? Малайзия деген елді қарасаң, қалай дамыған ел ғой. Соның өзі қыздардың бәрі орамал тағып жүр мысалы. Өзің киіммен жүретін бар мысалы. Оның ешқандай ұлтында, не болса мемлекетіне ешқандай қауіп болған жоқ. Себебі одан емес, адам баласы өзінің тәрбиесі байланысы болады. Мысалы егер осы ашық жалаңаштан біз өзіміздің мысалы тоқтатып, осы жаңа телеарна арқылы соны тоқтатып көп көрсетпейтін болса, бізде жастар үлкен тәрбие алатын болады. Осыны көріп, мысалы интернет арқылы, болса телевизия арқылы соны көрсеткеннен кейін олардың ішінде неше түрлі жамандықты көрсететін білесіздер. Соған байланысты жастар бұзылып кетуі мүмкін. Осы үшін әрине оны көрсетпеген әрине абзал. Бізде ел болғаннан кейін біз келешекте мынау ұрпақтың тәрбие беру үшін, еліміздің отанды сүю үшін, ұрпақтың жүріс тәрбие беру үшін біз өзіміз таза болуымыз керек. Ата-бабамыздың келген ұят деген болады. Мысалы айтады, ұят болмаған адамның иманы жоқ деп айтады. Бұрын өзінің мақалы бар ғой, өлім болса ұят болмасын деп айтатын бұрын. Өлім Алланың амры уақыт келгенде келеді. Ұят болмасын деп аталарымыз сонда кезінде солай ұғым айтқан. Себебі егер осы адам ұятты білетін болса, әрине ол қалай болса жалаңаш жамандық жүрмейді. Оның ішінде қыздарға байланысты. Себебі қыздарымыз келешекте ана болғаннан кейін, олардан бала туғаннан кейін, олардың мысалы келешекте осы халқымыздың, еліміздің келешекте ұрпақ келтіреді ана болғаннан кейін, оны әрине тазалық болу керек. Олардың ұятты білген жақсы, оларға тәрбие беретін болсақ, әрине одан ешқандай бізде ұлтымыз кем болмайды. Қайта бізде ұлттарымыздың дәстүр бойынша бізде қыздарға өте дұрыс тәрбие берген кезде. Мен оған әрине қолдаймын, өйткені көрсетпеген абзал оны. Жалпы өзіңіз жоғарыда айтып кеткендей, қазір таңда мешітіміздің төңірегінде жастардың келуі өте көп. Бірақ өкінішке орай олардың адасуы да бар. Жалпы адамдар өзінің отбасын, өзін жалпы соны азғындықтан, адасушылықтан аман сақтап қалу үшін қандай діннің негіздерін білу қажет? Енді жаңа айтып отырмыз, ішінде ғана біздің ата-бабамыз деген дәстүр бар. Ел басымыз айтты ғой, біздің қазақ халқы мұсылман, біздің дініміз ислам, кітабымыз Құран, біздің ұстайтын жолымыз мазхаб деген тұрақты өзіміздің бір мектеп деген сөз. Мазхаб деген біздің ханафи мазхаб жолымен, өзіміз дәстүрмен балаларымызды үйретіп берсек, келешекте ол адаспайды. Егер ола мысалы қазір балалар көбісі ата-анасына өзі уақыт келеді. Бір бала кейбір дінді маған үйрет деп айтса, кейбір адамдар ойбай барма, мешітке барма деп айтуы мүмкін. Ойлайды, мысалы мешітке барса ағымы кетіп қалады деген сияқты ойлайды. Ол әрине дұрыс емес. Нағыз мешітке барып, мысалы мешіттен сабақ алды, болса соған ақыл айтып, имамдардан сондай не қылса жаңа үйретсе, ол бала адаспайды. Мысалы, қазір жоқ барма деп айтса, өздері интернетті ашады да, интернеттің неше сайттардың ішінде әртүрлі бар. Оның ішінде бізде дәстүр бар ма? Дәстүр ұстамайтын, мазхаб ұстамайтындар көп қалады. Соған байланысты адаспау үшін, осы балаларны шатастырмау үшін біз өзіміздің кішкентай бастап, кішкентай бала кезінде осы өзіміздің жайлап дініміздің нистан жолын үйрете берсек, ол адаспайды mesela. Одан кейін жаңа мазхаб деген өзіміздің ханафи мазхаб ата-бабамызда қалған дәстүр бар. Сол дәстүрмен ұстайтын мазхаб, оған егер біз балаларға үйретсек, сол жолмен ол бала адаспайды ешқашан. Қазіргі шатасып кеткендер көп. Себебі оның бірінші жолы өзіміздің дәстүрін білмегеннен кейін басқа шетелге, басқа елге барып, басқа адамның несінен үйреніп, соған дәстүрмен кетіп қалғандар бар. Ел мен динді дәстүрмен бірге ұстамаса, ол адам шатасып кетеді мысалы. Осыған байланысты қазіргі бір ағымдар көбейіп кеткен себебі
олар көбісі қарасаңдар сол шетелден үйренген, не болса шетелге барып келген ұстаздардан үйренген деген сияқты. Соның ішінде кезінде соны байқаусыз кеткен жолдан пайда болып жатыр. Бірақ қазіргі осыны тоқтау мақсаты бірінші жол кішкентайдан бастап өзіміздің дәстүрлі үйрету. Мен сен намаз оқысын деп айтқан мақсат емес бұл жерде. Дәстүр деген әр адамның өзінің ата бабасынан қалған үлкен бір қасиет бар. Сол қасиетті, сол жолды, сол дәстүрді егер балаларымызға кішкентай бастан айта берсе, ол адаспайды иншалла. Жалпы бауырларымызды деструктивті жалған діни ағымдардың жетегіне кеткен бауырларымызды өзімізге қайтарып алу үшін мешіт имамдары жалпы мешіттерде қаншалықты күнделікті сабақты өткізілуде? Бұл енді қазір біздің мешіттерге қазір қай мешіт болмасын, енді мен өзім мешітте Балақажы мешітте айтатын болсақ, мысалы біздің мешіттен қазір 200-ден артық шәкірттер бар. Енді мен айтып отырмын, балалардың мысалы біраз уақыт бұрын, біраз 5-6 жыл бұрын кеткендер бар басқа жолды. Кейбірі қазір қайтып келіп жатқандар бар. Оны жоқты айтуға болмайды. Қазір кейбірі біздің арамызда кіріп, біздің айтқан уағыздарды тыңдап, біздің айтқандан шықпайтын өзіміздің дәстүрмен кеткендер бар, жолмен кетіп жатқандар. Енді өкінішке кейбірі қатты болып кеткендер бар. Олар абдан кетіп қалған, білмей қалған. Одан кейін келіп тыңдамайды деген сияқты. Бірақ енді осыны айтатыным, егер біз өзіміздің қазіргі жастарымызды көбейтсе, өзіміздің дәстүрмен, діннің дәстүрмен үйрететін көбейтсе, біз көп болса, олар аз болса, ештеңе істей алмайды. Егер біз аз болып, олар көбейіп кетсе, онда әрине өкінішке қарай ол қиын болады. Осы қауіп болады мемлекетте де, қоғамға да. Осылай болмау үшін біз бірінші өзіміздің дәстүрмен қазіргі мысалы мектеп мешіттің ішінде күнде сабақ барып айтсам болады. Күнде 2 сағат сабақ болады. Бір аптаны қарасаңдар, сол бір аптаның ішінде келетіндердің өзі 200-300-ға дейін шәкірттер бар. Оның ішінде жас балалар бар, үлкендер бар. Солардың көбірек болғаннан кейін олар басқаларға айта береді. Солай сияқты осы қауіпті алдын алу үшін осылай өзіміздің дәстүрмен көбірек үйрете берсе, қалған жастарға соған келе береді деп оны сенемін. Жалпы біздің ауым қауымымыз дәстүрлі ислам мен жалпы адасқан ағымдардың ара жігін ажырата білмейді негізінен. Жалпы олардың айырмашылықтары қандай? Соны білмеген себебі өткен мен жаңа айттым, өзімізде білім аз болғандықтан. Егер біздің өзіміздің мына шәкірттеріміз көбейтіп білім беретін болса, өзім дін мен дәстүрдің мағынасын түсінетін болса, оның ішінде қазір бір-екі араб тілінің парашокі алады да соған байланысты өзі мағына береді. Мысалы қарасаңда шариғат бойынша 20 жыл, 30 жыл оқысаңда ол аз, көп емес мысалы. Ғалымдар ғана аударып, соның мағынасы шығарады мысалы. Оны қазір осының барлығын білу үшін не істеуіміз керек? Өзіміздің дәстүрмен, өзіміздің масхаб деген жаңа айтқан мектеп, өзіміздің ханафи масхаб деген мектеп бар. Сол мектеп деген сияқты біздің ата-бабамыздың осы бүгінге дейін сол масхабты, сол жолын ұстап намаз оқып, сол жолмен Құран оқып, сол жолмен ата-бабамыздың жаңа келген дәстүрмен ұстап келе жатқан жолды осыны үйретсе, біз келешекте ұрпағымыз ешқандай қауіп болмайды, ешқандай ағымы кетпейтініне сенемін оған. Себебі осының бәрін көбірек айтып беру керек. Телеарна арқылы мысалы, не болса жаңа мектептің балалардың келешекте амандық болса, егер мектептің ішінде сабақ болса, келешекте дін деген, оның ішінде намаз болмаса да діндің құндылықтың мысалы үйретсе, әрине ол адам ешқашан басқа ағымдардың айтқанды тыңдамайтын болады. Өзі білімсізден болып отыр. Білім болмағандықтан ол адамдар жастардың қазір көзі ашық дінге бергісі келіп жатыр. Ешкім оларға итеріп жатқан жоқ. Өзінің Алла Тағала айтқан әртүрлі себеп болады адамға дінге келу. Осы ауырғаннан кейін жазылып мысалы, немесе басқа жолмен адамдар дінге жақындаған уақытта, ол уақытта оларға ем жасайтын, мысалы адам ауырып қалса ем жасайтын өзі жақсы врач керек қой, мысалы жақсы ем беретін адам. Сол сияқты ондай керек болып дінге жақындаған балаларға сондай сияқты мешітке апарып, соларды үйретсе, сол ұстаздарын үйрете берсе, иншалла ол келешекте ешқандай қауіп болмайды. Олар жақсы өсетін болады. Махмұд Қажы Нұрұлы, өзіңіздің жалпы өмірлік ұстанымыңыз қандай? Біздің ұстаным жолымыз ата-бабамыздан келген жаңа айтқан масхаб, біздің Матуридия деген сенім бар. Оның ішінде ханафи масхаб да айтады. Ханафи масхаб біздің тұрақты өзіміздің ата-бабамыздан келген. Ол жағыз біз емес, бүкіл мына Орта Азия, Қазақстанның бұрыннан келе жатқан көбісі. Яғни дүние жүзінде мысалы 100%-ның ішінде 60-70%-ден артық осы масхабты ұстайды негізі. Онан кейін 10% басқа 4 масхаб бар. Оның ішінде ең көп ұстанатын осы имам Азам ханафи масхаб деп айтады. Себебі ол жеңіл. Ол халыққа да, ол мысалы адамның осы тұрмысқа да өте жеңілдетіп үйреткен, көрсеткен жол. Ол масхаб деген соны айтады. Тұрақты өзіміздің жолымыз шариғатмен, Алланың сөзімен, пайғамбарымен, хадисмен бекітілген қағида. Сол қағиданы дұрыс ұстайтын ханафи масхаб деп айтамыз. Осыны біз ұстап келеміз. Дін басқармада солай. Қазақстан мен және Орта Азияның осы
барлығы осы мазхабты ұстап келе жатыр бүгінге дейін. Арасында әрине кішкене шатасып, оны білмей, оны мысалы құндылықтарына өзі мысалы білім аз болғаннан кейбір адасқандар бар. Бірақ оларға үйрете берсе, айта берсе, мен ойлаймын, қалай болса келеді бізге ортамызға. Махмуд Қажы Нұрұлы, қойылған сұрақтарға өзіңіздің ұшқыр терең ойларыңызбен бөліскеніңізге сізге мың да бір алғыс. Эфирде болған дін мен дәстүр бағдарламасы амандықта жүздескенше қош сау болыңыздар.